Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Нұрасыл Азат және Біліп жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз табиғи апаттарды, яғни жанартаулар мен жер сілкіністерін, тағы да басқа табиғи апаттарды көрсететін боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Жанартаулар мен жер сілкіністері. Адамдар әрқашан жанартаулардан және жер сілкіністерінің қатты күшінен қорыққан. Бұл біздің планетамыздың қарапайым қозғалысы болғанымен де, осындай құбылыстар қатты талқандаушылықтарға әкеліп соқтыруы мүмкін. Жанартаулар. Жердің бетіне ерітілген жыныстар атылып шықса, жанартаулар пайда болады. Жердің астындағы сұйық жыныстарды магма, ал сыртқа ағып шыққан жағдайда оларды лава деп атайды. Кейбір жанартаулар жай атылып шықса, басқалары жарылып, ауаға газ, күл жанартаудың жыныстарын атқылайды. Ал кейбір жанартаулар үнемі атылып тұрса, басқа жанартаулар ғасырлар бойы тыныштық сақтап ұйықтауы мүмкін. Күлдің бұлттары. Күлдің бұлттары жоғарғы атмосфераға кішігірім бөлшектерді атқылап, бірнеше айлар бойы әлемдегі ауа райына әсерін тигізіп отырады. Жер сілкіністері. Жер сілкіністері жер қабатының екі қаттамасының бір-біріне қарама-қарсы жылжуынан пайда болады. Осы құбылыс болған жерді опырылу деп атайды. Қаттамалар үлкен кернеумен жылғандықтан үлкен мөлшердегі энергия қуатының шығуын қамтамасыз етеді. Энергия жер бетін дірілдетіп, су бетіндегі шеңберлер секілді жан-жаққа тарайды. Цунами. Цунами бұл мұхит түбі қозғалғанда пайда болатын алып мұхит толқындары. Кейде плиталар соғысып қалғанда бір-біріне тіреледі, ал бірақ бір-бірінен ажырағанда бірнеше толқындарды тудыратын үлкен жер сілкінісі оятады. Мұхитты кесіп өткен толқындар күшейіп, қиратушы күшке айналып, жерді талқандап, көптеген қиратуларға ұшыратады. Индонезиядағы Банда-Ачех қаласы 2004 жылы болған жер сілкінісінің эпицентріне жақын орналасқандықтан цунамидің соққысына бірінші болып қатты жапа шекті. Әлемдік толқын. 2004 жылдың цунамиі Индонезияның жағалауындағы жер сілкінісінен басталды. Нәтижесінде толқын Исландия мен Чилиге дейін жеткен. Солтүстік жағалаудың үлкен бөлігі цунамидің кесірінен су астында қалды. Толқындар жағаға соққан кезде 11 елде шамамен 230 мың адам қаза болған. Индонезия жағасындағы жер сілкіну күші 8,9 балға жетіп, соның нәтижесінде биіктігі 10 метрден астам цунами тарады. Таудай су толқындары жолындағы елді мекендерді шайып кетті. Цунами жойқын күшінен 300 мың адамның өмірі қиылды. Ғаламат су толқындары жер сілкінудің эпицентрінен 60 мың километр қашықтықтағы Африка жағалауына дейін жетті. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге барлық табиғи апаттарды көрсеттік. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де біздің екінші арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ссылкасы описаниеда. Ал ендеше қош, сау болыңыздар.